Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай кішкентай ғана кішігірім клатч сумканы үйренетін боламыз. Мына екі жақтамалы гүлді қара және де жасыл сатиннен жасадым. Мына кішігірім бір үтіктеп жіберу керек. Мінекей қыздар, ішінің барлығы осындай, сыртқы жағында екі қалтасы бар және де мынандай ремешогы бар. Кішкентай жасөспірім қыздарыңызға немесе өздеріңізге арнап тіксеңіздер болады. Ол үшін бізге мінекей осындай бір жұлдызша қара мата, жасыл сатин мата, сосын флизерин, мына жағында клей бар, қалыңдауы керек болады. Сонымен қатар жібіміз керек болатын білесіздер. Ал енді дәл осылардан біз ерекше етіп сумканы жасап бастайтын боламыз. Ең бірінші орында бір-бірін осылай теріс қаратып, бір-біріне жаңағы оң жағын бір-біріне қаратып тұрып, мінекей екі жағына қаратып тұрып, осылай 0,5 пен дөңгелек етіп жабыстырып тігіп шығатын боламыз. Мінекей тігіп шықтық, артықша жерлерін қырып тастаңыздар. Сонымен қатар екеуін де жасап алдым. Енді дәл осылай сарыны осылай комбинировать етіп шығатын боламыз. Мен мынаны комбинировать етіп шықтым, екіншісін сіздерге көрсететін боламын. Мінекей қыздар, 3 сантиметрлік сатинімізді, яғни сарыдан жасалған сатинімізді осылай 0,5 пен бірінші қайырып тұрып, басын қайырып тұрып, осылай тігіп шығамыз қыздар. Дәлме-дәл тұспа-тұс қылып тігеміз қыздар. Мінекей қыздар, мен тез тігіп көрсетіп жатырмын. Мына басын қайырып алғанбыз, енді дәл осылай екінші жағын қайырмайтын боламыз. Одан кейін мынаның барлығын кисточкамен қырқып аламыз. Шеңберді кисточкамен қырқпайтын болсақ, онда ол дөңгелек болып түзу болып шықпайтын болады қыздар. Сол естеріңізде болсын. Қыздар, мінекей біз мына жерге қалтасын және де ремешогын, ременін істеу үшін ең алдымен біз бұның размерін шығарып алуымыз керек, қай жерге орналастырамыз. Міне қалтасы мына жағы 12, мына жағы 14 сантиметр болды. Дәл центріне түсіре алуымыз керек. И тағы бір нәрсе, мына жаққа қарай белгілемейміз. Мына жерден 30 сантиметр шығатынды белгілеп аламыз. Яғни мынамен мынаның арасы 30 сантиметр. И содан кейін бар, содан төмен қарай уже қалтаның 14 сантиметр түсіп тұрып, енін 12 қылып тұрып істейміз қыздар. Енді бұны екінші жағына бастырып алатын боламыз. Яғни дәл осыны дәл осылай бастырып ұрып шығамыз. Бізде екіншісі дайын. Енді осының қалыңдауын сызып аламыз. Қыздар, мінекей мен 2 сантиметрге үлкен қылып алдым. Ұзындығын 14, енді 12 еді. Енді мен оны 16-да 14 қылып алдым, яғни 2 сантиметр қосып алдым. 4 штук, сарыдан 2, жасылдан 2. Және мынау ремешогын ені 8, ұзындығы бұның 85 сантиметр қыздар. Мына екеуі істеп алдым. Ал енді бұларды жақсылап істеп шығамыз, тігіп шығамыз. Енді қыздар, қалтасын тігу үшін осы екеуін бір-біріне қаратып тұрып, екі жағын тігіп шығатын боламыз да, аударатын боламыз. Бұны әрине 0,5 пен тігеміз, яғни жарты сантиметр көлемінде тігіп, екі жағын да закрепкамен қайырып тұрып істейтін боламыз қыздар. Міне қыздар, екеуін де тігіп алдық. Міне
яғни оңғыратып алдық. Енді осының үстінен де тағы да жарты сантиметр көлемінде тігіп шығатын боламыз. Себебі қалтасының тігістері көрінбей тұру керек. Сол үшін де біз екі жағын да осылай 0,5-пен тігіп алып жатырмыз. Мына жерде кішкене көрінбей қапты, айып етпеңіздер, енді түсінікті деп ойлаймын. Мінекей қыздар, осылай екеуінде, екі қалтасында осылай тігіп алдым қыздар. Енді ремешогын тігіп алуымыз керек. Дәл осылай ремешоктарын тігіп аламыз. Ремешогын тігу үшін біз екі жағында қайырып шықтық қатты матамызды. Себебі қатты матадан тікпесек, жұмсақ матадан ремені дұрыс болмайды. Мына екеуінде бір-біріне қаратып, мына екеуінде ішіне жарты сантиметрден қайырып тұрып, жарты сантиметрмен лапкамен бастырып, полный тігіп шығатын боламыз. Ал енді біз қалталардың дәл осылай орнатып алдық. Бағана сызған сызығымызға біз жаңағы басты жағына 3 сантиметр қалдырып тұрып, енді осыны дәл осылай қойып орналастырып алатын боламыз. Сызықтардан менде жарты сантиметр не болып тұр, жарты сантиметр көлемінде асып тұр. Себебі тігістің астына кетіп қалсын деген мақсатпен осылай тігіп қойдым қыздар. Мінекей, енді дәл осы ремендерді қойып аламыз да дұрыстап. Сосын дәл мынау тігісі бар ғой, соның ақ тігістің үстінен толығымен тігіп шығатын боламыз қыздар. Мінекей қыздар, орналастырып алдық. Мінекей, мына жерін бір 3 сантиметрдей неғып алдық. Тіккен жоқпын, себебі аузы дұрыс жабылмай қалады. Ал енді мына сызықтың бойымен біз екінші жағын тігетін боламыз. Міне астының барлығы осылай шығады. Негізі оң қаратып та, сол қаратып та ұстай беруге болады. Әркімнің өз қалаулары қыздар. Ал енді екі жағында тігіп алғаннан кейін бір-біріне тосқып қоямыз да. Мынау біздің сызған сызығымыз бар емес пе? Дәл сол сызықтың үстінен қазір біз тігіп шығатын боламыз. Мінекей тігіп шықтық. Енді екеуін бір-біріне астының барлығын көріп тұрсыздар. Енді екеуін ашамыз да ортасын ше. Дәл осылай бір-біріне міне ашып тұрып сумканы бір-біріне қосып шығатын боламыз. Яғни беткі жағына домалақ жағын, астыңғы жағын домалақ жағына тігіп шығатын боламыз. Міне дәл осы форматта тігіп шықтық. Міне бізде мынандай сумка пайда болды. Енді оны біз мына шеттерін примерно бір мынау қайрылған жеріміз бар ғой, біздіңше мынау тастап кеткен жеріміз бар ғой, 3 сантиметр. Дәл соның турайынан закрепка беру арқылы біз осыны тігіп, полный тігіп, майда шовпен тігіп шығатын боламыз. Соңына дейін тігетін боламыз, және екінші жағында дәл сол форматта тігетін боламыз қыздар. Міне қыздар, біз екі жағында тігіп алдық, қараңыздар. Екі жағында тігіп алдық закрепкамен. Енді біз бұларды міне қыздар, назар аударсаңыздар, мына шетін біз осылай 5 сантиметр қылып екі жағында тігіп шықтық, қырып тастадық. Енді оны міне аударған кезімізде осындай керемет сумка шықты. Жасап көріңіздер, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта қандай мастер-класстар керек екені туралы және де достарыңызбен бөлісіп жүруді ұмытпаңыздар. Белсенді болып жүрген оқырмандарыма мен міндетті түрде сыйлық беретін боламын.